Ассалаумағалейкум, барлықтарыңа сәлем достар, сіздермен Нарих Мади арнасы. Достар, бүгін видео тақырыбында көріп тұрғандарыңыздай мен Майнкрафттан Free Fire'дағы көптеген барынша салған жерлерімді көрсететін боламын. Ендеше видеоға кеттік. Достар, айтпақшы, бұл видеоны көрмей тұрып, арнаға тіркелейік, лайк басайық, комментарий жазып кетейік. Ал бұл біздің қала десек те болады. Тек былайынан қарап кетейік, өшім жайлап түсіндіре берейін. Барынша салдым, бірақ та қатты сынамай қойыңыздар енді. Мынау Бимасаки жақтағы өшім мынандай вишк бар ғой үстіндегі. Соның қасындағы жер, қазір скриншот жасайым, соны көрсетемін. Ұқсай ма, соны айтып кетіңдер. Міне, артындағы фирмасын салмадым, енді қараңыздар. Мына жерде осылай дәл осындай тастар. Мына жерде лутать ететін жер. Міне коробкасы, мына жерде цветі тұр. Міне достар, барымша салдым енді. Ал мына вишканы ұзын қылдым, енді ондай қатты қалың қыламадым. Бірақ та қараңыздар, мына кішкене ұқсаттым бүйтіп, міне бүйтіп кіретіндей қылып ұқсаттым барынша достар. Сондықтан еңбекті бағалайық, лайк басып кетейік. Мына жер не істеп тастаған. Міне кетті, болды. Так, енді мына жерден шаруақтан шығамыз. Мына үйді білетін шығарсыздар, простой үй. Кішкене бүйтіп жіберейін. Астын кішкене әдемілеп жіберейін. Ондай қоңыр шаруақты бірдеңе қылып, астына бірдеңе төсейік, аяқ қотым төсемей. Просто жер болып тұр екен. Мынау көше бойындағы құтты үй, сіздер білесіздер ме, білмейсіздер ме, білмеймін. Қазір фотосын салам, сол кезде кішкене ұқсай ма деп ойлаймын. Міне достар, өшім осындай. Мына жерде мынау енді көріп тұрғандарыңыздай өше біліп он зәт деп тұрған шығарсыздар. Мынау достар вишка ғой. Ұқсамайды сияқты, бірақ вишкаға. Мынау вишка өшім барынша ұқсастырдым. Сыймайды бір жағынан Майнкрафтқа. Бүйтіп келесінде бәсе, мына бүйтіп көріп отырасындар, бүйтіп басына хедшот жасайсыз. Рамкал басында скармен кетеді дейсін. Мына достар, вишканы барынша осындай қылып жасадым. Вишканың қазір суретін жіберем, кішкене ұқсастығы бар ма айтып кетіңдер. Бірақ мен ойымша ондай қатты ұқсастық жоқ, бірақ барынша салдық енді түнімен бойы. Ал мынау гараж. Гаражға ұқсайтын ондай қатты нені таба алмадым. Тастарын, міне ішінде машинасы бар. Қараңыздар. Дейсін, мынау просто салып қойған машинасы осында. Мынау бітпей қалған проектті қазір бітіреміз. Ал мынау енді ұқсайды енді мынау. Бірақ сырты кішкене ұқсамағанмен фотосын салам, қазір қараңыздар. Міне мына жағынан қай үй екенін жазып кетіңдер, білетіндерің. Қазір бүйтіп ішіне кіреміз. Міне ішіне кірдік, ішінде өшін бүйтеміз, қараңыздар. Бүйтіп шартысын салып жібереміз асты. Бүйтеміз. Құтты күтетіңдер. Мен оны жанбайды. Міне осылай пеш жағып қоямыз. Міне осылай пеш жағып қоямыз. Мына пеші бірінші қатар. Ішіндегі заттар бәрі ұқсайма, қарап кетіңдер. Ал мынау екінші қатарында да бірден жағып қоясыз. Қазір бір зат алып қойын. Мысалы мынаны бүйтіп барып аласыз және отқан ағаш саламыз. Міне осылай пеш жағып қоясыз. Мынау диваны отыратыны. Міне бұл қай үйге ұқсайды, жазып кетіңдер. Жалпы фотосын салдым, ұқсай ма кішкене осын. Мына жерде балконы. Ұқсай ма кішкене осын айтып кетіңдер міне. Ал мынаны сообществома жариялаған болатын. Ең керемет қол өзім салған үй. Ұқсай ма айтып кетіңдер. Барынша салдым осының бәрін. Еңбекті бағалайық, міне артып бәрін. Ішін көрсетіп тұрайын. Ішіне осылай кіресің. Осылай шкаф тұрады, шкаф табылмады. Мына жерде скамейка сияқты қораптар жиналып тұратын. Мынау
басқалдағы дейін өтін. Міне баспалдағы осылай. В общем, МК табыласында айырасың. Ал мына простой қоңыр үй далада тұратын. Кішкене жоғарысын қудырып жібердім. Жалғып кеткесін. Так, мына жерден бүйтіп барасың, секіріп кетесің. Ой, мына жер секірмейді екен ғой. Міне осындай үй ішінде мынандай скамейка сияқты лутать ететін жері бар. Мынау не деп тұрған шығарсыңдар? Мынау просто тоқ қой, өтірік істеп жатсаң. Ал мынау енді Бимасаки жақтағы үй ұқсай ма деп ойлаймын. Қараңыздар, бүйтіп қояйын. Кішкене ұқсайды деп ойлаймын. Мынау бензині. Енді мынаны таба алмадым дұрыс. Бірақ барынша салдым. Ашылмайды, мынандай бірдеңе болмай ма, сол ғой. Ал мынау аяқталмаған проект. Тағы да осындайларды салайын ба? Соны жазып кетіңіздер. Мен осының барлығын барынша салған болатын. Көп уақытым кетті, өйткені мына ішіндегі қараңыздар, екеуін қылып салдым ғой. Соның барлығына уақыт кетті, достар. Сондықтан мен еңбегімді бағалайық. Осы видеоға лайк басайық, арнаға тіркелейік. Бұйыртса 4000 подписчик болғанда конкурс болады арнайы. Соны жасайтын болған, бұйыртса 4000-ға жетейік. Так, мен сіздерге қазір дұрыстап сау болыңыз деп айтып жіберейін. Давайте, достар, сіздермен болған Ариф Мәди арнасы. Келесіде не салайын? Комментарияға жазып кетіңдер, барынша тез салып бітіретін болам. Екінші бөлімі 150 лайктан кейін шығады. Давайте, достар.